Сәлем достар, бүгін сіздерге пайдалы кеңес туралы айтқым келіп отыр. Құйрық майдың адам ағзасына тигізетін пайдасы жөнінде қысқа нұсқа айтып өтетін боламын. Тұмауратып ауырған кезде химиялық қоспалары бар дәрілерді қолданғанша, осы құйрық майды қолдануды ұсынамын. Ересек адамдар тұмауратып ауырғанда 50 грамм құйрық майды шыжғырып, бөлінген майды ыстықта ішеді, ал балаларға келетін болсақ, олар майды іше алмауы мүмкін. Сондықтан сүтке кішкене құйрық майды салып ішкізеді. Сонда тұмаудың тез жазылуына әсерін тигізеді. Сондай-ақ тұмауратып ауырғанда ересектер мен балаларға түнде жатар кезінде кішкене құйрық майды жылытып, аяқ-қолдарын, денесін, әсіресе өкпе тұсын, тамағын жақсылап майлап, жылы киіндіріп жатқызады. Бұл да тұмаудың тез жазылуына септігін тигізеді. Сондай-ақ бұл құйрық майдың тағы да пайдасы жөнінде айта кететін болсақ, бұл құйрық май баланың жұмсақ балғын терісін жұмсартып, қан айналымын реттейді. Сол үшін жаңа туған нәрестенің қырқынан шығарғанша аптасына бір рет осы құйрық маймен жақсылап денесін сылап, қол-аяғын керіп созғанда сәбидің буындары жазылып, денесі сымбатты болып өседі. Және де денесіндегі суықты алып, бала ауырмайтын болады. Бала сылаумен, қарқылаумен өседі деген халық нақылының астары да осында жатыр. Сондай-ақ ересек адамдарда буындары қақсап, сырқырап ауыратын болса, құйрық майдың бір бөлігін кішкене кесіп алып, түнде жатар кезінде сол ауырған жерге қойып таңып жататын болса, суықты алады және ауру сезімі басылады. Бұл құйрық майды өкше жарылған кезде де қолданады. Ол үшін ұйықтар алдында аяғын қара сабынмен әдемілеп жуып, жақсылап кептіреді. Құрғақ өкшеге құйрық майды шылқыта жағып, мақта шұлық киіп жатады. Сонда өкше жарылғаны оңалып қалпына келеді. Қазақ халқы қыстың аязды күнінде бет үсімес үшін құйрық майды жаққан, және де қол немесе аяқтың тілінген жеріне құйрық майдың тілімін таңып қойған. Ол да жараның тезірек жазылуына септігін тигізеді. Сондай-ақ қыз ұзатып келін түсіргенде құдалар бір-біріне құйрық бауыр асатып, отбасылы өмірдің май сияқты жұмсақ та сыйластық та толы болғанын қалайды. Адам дүниеден өткенде жағатын қырық шырағына да құйрық майға шылайды. Осының өзінен-ақ қазақ өміріндегі құйрық майдың рөлін көруімізге болады. Бұл құйрық майдың пайдасы жөнінде айта берсек өте көп. Егер де менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментария бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.